Құрметті достар, міне біз Жаңарқадағы этно ауылға келдік. Этно ауыл. Мінекей, анау жерде бие сауат. Бие байланып тұр, түйе жатыр. Көрейік. Ай, бақандар, ана машина кел жатыр. Аха. Абдулланың ордасы дейді. Абдулла дегеніміз кім, түсіндіріп айтып жүрсең? Ассалаумағалейкум. Айсеке, брат, қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Так, мынау біздің Амангелдінің ордасы. Жалпы Амангелдінің ордасы деп аталады. Мына ауылдың бәрі, иә? Қазақы Амангелдінің ордасы. Осы кіргеннен бастап осы 5 гектар жер. Мынау Абдулланың ордасы жеке құрылып тұр. Өздеріңіз көргендей. Бұл қазақта өзіне жақын ұлы болады, тән ұлы болады. Біреудің кенже баласы, біреудің ортаншысы, біреудің үлкен ұлы дейді. Қара шаңырақта отыратын, ата-анаға жақын, мал иесіне жақын деген сияқты. Осының үшін бөлек әдеп қойып қойдық. Кез келген адам сұрақ қояды, және өзіңіз сияқты. Неге бұл бөлектір дейді. Бұл енді өзімнің жақсы көретін, енді балалардың бәрін ала алмайсың, бөлмейсің, бірақ әйтеуір өзіңе жақын дейді. Папа, мен сені бағам, мен сені Меккеге апарам дейді. Осыны әдейі үстіп, ырымдап үстіп қойып қойдым. Аяда мінекей сол өзіміздің биелеріміз сауылып отыр, қымызымыз, аяда құстарымыз, әртүрлі құс. Тауыс біраз бар екен, қаз, үйрек, тауыс. Сиыр, жалпы 4 түлік. Бұл жерде айта кетейін, 4 түлікті өзім насихаттап ұстап келем бала кезден. Жылқы, сиыр, жаңағы ірі қарамыз, қой, түйе дейді. 4 тұлға 4 түлікті бөліп бердім. Мынау қалған 3 жылдың үйі, иә? Мынау 3 жылдың үйі, аха. Мынау Ғарифолланың ордасы үлкен ұлы, үлкен жаңағы. Ол жаңағы ат баптайды, атқа мінеді, аударыспаққа бәріне қатысады. Бұл жылқының иесі. 4 түліктің бірі жылқынікі. Одан кейін ортадағы Әбу Бәкірдікі, кенже ұлдікі. Ол VIP кигізе, келген қонақтар жеке отырып кәсіп көрсетемін şimdi. Соның ішінде отырады. Ол біздің Әбу Бәкір деген пайғамбарымыздың досы. Білесіздер. Мұхаммед деген ұлының қасындағы. Мұхаммедке мен түйелерім өзімнің, сауын түйелеріміз, мініс түйелер, сол Мұхаммед пайғамбарымыздың құрметі өзі жақсы көреді ғой. Жалпы бұл екі ұлдың атын өзімнің достарым қойған. Сондықтан бұл кісі төрттіліктің төресі түйе малдары соныкі. Әбу Бәкірге қой ешкілеріміз, сан жақта өзіңіз көргенде мені. Абдулламыздікі міне сиыр. Камагор сиырлар, осы жерде жайлар келеді. Одан кейін менің құлыным бар, періште қызым бар, Шұғыла деген өзіміздің қарындасымыз. Әкем маған кигіз үй қайда дейді. Сол кигіз үй құлыным, саған кигіз үй деген болмайды. Сен қызсың, өріссің деп міне бақшаны отырғызып қойдым. Мынаның бәрі анау картошкамыз, Шұғыланың бақшасы деп аталады, иә? Огурцымыз, помидорымыз деген сияқты. Міне өсіп жатыр, түйін салып жатыр, қазір ауыз істеміз. Мінекей, гүлдеп жатыр, түйін салып жатыр. Көрдіңіз бе? Міне түйін салып бастап жатыр міне. Әдемі. Міне арбузымызды көрдіңіз бе? Міне Алла қаласа бұл уже бір шамалы 20 күн. Алла қаласа піседі міне. Құланың бақшасы міне осыдан өз қызым, достарымен кеп, бәріне. Арам шөбін өздері жылама? Бәрі қызым шығады, өз жаңағы нелеріміз бар, жұмыскерлеріміз бар, бақ қарайтын. Мына өзіміздің қияр, огурцымыз. Түйін салып жатыр кәдімгі. Міне. Бисмилля. Мінекей өзі қолымызбен пісіп жатыр екен. 2-3 күн болды. Аха, жақсы. Жылай берме көп. Мінекейміз. Рахмет. Мынау картошкамыз өзіміз. Иә, тамаша. Сосын бұл жерде былтыр ектім. 10 қап салдым. 10 қаптан 30 қап алдым. 30 қаптың. Ойбай, өнімді екен, керемет екен. 30 қаптың 2 қабын өзім жедім. Қалғанын бәрін осы Жаңарқаның үлкендеріне, сосын қайырымдылық өзіміздің анау жағдай жоқ кісілерге бәріне таратып бердім. Алла разылық үшін. Ал біздің бақтайлақ деген құнанша. Құнанша ма? Біздің арқаның шөбі бұларға жаға ма жалпы? Негізі арқаның шөбі түйе малына өтеді. Несіз? Жағымсыз андай. Қатты нете қоймайды. Иә.
Бұларға кішкене ащырақ шөп керек қой. Бұлар ащырақ не бар, бірақ енді біздікіне бұл бейімделіп жатыр. Дегенмен негізі біздің шөп ана жетняк, андай шөптер ғой, жұмсақ шөптер. Көде. Ең ащымыз жусан ғой енді. Қазақтың фестивалі өтіп жатыр. Бір айға созылған әр ұлт спорт түрінен болып жатыр. Осы аудан көлеміндегі, облыс көлеміндегілер келіп қатысады, е? Бәрі келіп қатысам деген. Кеше садақ атудан әлем чемпиондары келді, Қазақстан чемпиондары келіп қатысты балалар. Бүгін тазыдан жан-жақтан келді, Астана. Мынау төрттілікті әдейі сол ырымдап қойып қойдыңыз ғой енді, осы төрттіліктің бәрі бар дегендей. Мына жерде мен жерді қазып су керек қой енді. Суды қазғанда бұлақтың үстінен шықтым. Мынау төрт үш кольцо ма жатқан? Анау ар жағында бұлақ жаңа құдық. Құдықты орнатып қойдым. Қазған бетте 1 метрден су шығып, кәдімгі тұщы су балдай. Оған шұғыланың бұлағы деп қойдым. Дұрыс. Қызыма. Қызым сонымен общем кигіз сұрамай сонымен қойды. Сосын мынау қоршаудың бәрі өзі бір шұғыла деген қызымның жасанды жерде тоже бұлағы. Көпір қыз бала болғаннан кейін 4 ұлды жалғап тұрсын, 4-еуінің ортасында көпір болсын деген ниетпен, жақсылықпен қызымды әкеп үлкен бір қалайса бір тәрбиелік мәні бар ретінде осындай көпір салдым. Осы көпір арқылы өтіп ағаларымен жалғасып, иә. Мынау сол құдықтан су тікелей келеді, иә? Мынау жасанды. Иә. Мұхаммедтің ордасы. 3-ші ұлым. Шесең болады. Саламатсыз. Тамаша бәрі. Аяқ шеше, 3 сол 2 сол кеп дейм алып отырады. Қымыз бірдеңе ішіп, мынау аудан орталығына келген қонақтар да жай кешкілік мезгілде ауылдың жігіттері келіп отыра береді, е? Бәрі келіп отыра береді. Кеселеп те сатылады, литрлеп те сатылады, солай ма? Литрлеп өзім сауымыз, өзіміздікі бүкіл ішеді. Өткендер көбісі. Бет алды жынжыбырлар келмейді, сағат 10-ға дейін істейміз. Қазір анау халал бәрі андай. Малды өзім соямыз, бауырсақты өзіміз пісіреміз. Қазір табиғи өзіміздікі. Жасан сырттан ешқандай. Мысалы қазір отырып қуырдақ тапсырыс бере алады адам. Қуырдақ та бере алады. Қазір той болып отыр, Құдай қаласа. Бәрі осы 4-ге дейін бәрін забитеге алып қойды. Қазір құдалық күтеміз, сосын кешкісін той болады, Алла қаласа. 8 той. Әбубәкірдің ордасы, иә? Әбубәкір. Егіз ұлым екеуі. Егіз ұлы, ха? Қанат, Ербол деген дос ағаларым бар, екеуі. Екі ұлдың атын қойды. Біреуі Мұхаммед деп қойды, біреуі Әбубәкір деп қойды. Екеуі қазір нешеде екі бала? 3-те. 3-те ма? 3-ке келді. Әрқайсы өз күйіздерін жаңағы өзі емденіп, өздері қазіргі малдарын қарайды. Менікі анау, менікі анау. Бізді қарсы алған қарауыл қайсысы бұл? Үлкен бұл Ғарифолла. Ғарифолла, мынау. Ғарифолланың ордасы. Құдақ күтейін деп жатқан. Қай жақтың құдалар келейін деп жатыр жаңа арқаға? Алсай мен Найман құдалар. Алсай мен Найман. Дұрыс. Тамаша. Анау жерде үлкен табличка бар, 12-ден кейін. Айналаға камера қойдың, е? Камера бүкіл жақта. Ит бос жүреді деп жазып қойдың кешкілікке. Ит бос жүреді, күзетшіміз жібереді. Бет алды қаппайды, қазақ төбеттер. Өзі таз ұстаймыз, 7 қазынан толық ұстаймыз. Құс бүркіт болушы еді. Бар, бәрі бар. Үйде ме осы жақта тұр ма? Үйде тұр. Қазір түлекте ғой бүркіттер. Иә. Неге десеңіз, мына жерде келген қонақтарымыздың бәрі бүркітті қуады, мазасын алады. Қолына отырсам, қондырам, анау-мынау деп әурелейді. Тектілігін жоғалтпау үшін біз үйде тұрады. Оны көрмеге қойған жоқ, зоопарк емес. Үйде өзімнің құндылығым. Мына жаңағы тауыс құстарды қайдан алдың? Тауыс құсты бәрі арнайы осы халыққа көру үшін Шымкент қаласынан әкелдім. Құстардың бүкіл түрлері бар, бәрі. Аттардың түрімен бар бүкіл. Біздің жақта бола бермейтін әне бір ешкілеріңіздің өзі керемет екен. Бір ешкінің өзі 7 литрге дейін сүт береді, 3 литр, 7 литр. Қазіргі таңда 2 ешкім сауылып отқан, 2 ешкімді қайырымдылық есебінде түппен жаман немен ауырып жүрген емге жақсы. Сол кісілерге беріп қойдым, өздері ішіп, сауып сөйтіп отыр. Ақшасын төлемейді, аренда ештеңе. Үйін алып кетіп сауып отыр ма? Сауып отыр, иә? Ішіп жазылыңыздар деп ең бастысы деп. Қалада да мынау ешкі сүті, көзе молоко деп өте жақсы өтеді ғой. Өте керемет. Ісіңе береке берсін енді.